Сәлем, достар. Сіздермен пайдалы кеңестер арнасы және бүгін біз іштің қабынуы туралы сөйлесеміз. Бұл көпшілікке таныс, бірақ кейде үлкен қолайсыздық тудыратын жағдай. Іштің қабынуының себептері қандай және одан құтылудың тиімді жолдары бар ма? Видеоны соңына дейін көріңіз, өйткені біз сізге пайдалы кеңестер дайындадық. Бір бөлім – іштің қабыну себептері. Іштің қабынуы әртүрлі факторларға байланысты пайда болуы мүмкін. Бір дұрыс тамақтанбау. Майлы, қуырылған немесе ауыр тағамдар ішекке қосымша жүктеме түсіреді. Газ түзетін тағамдар, бұршақ, капуста, газдалған сусындар, шикі көкөністер. Екі тағамға төзбеушілік немесе аллергия. Лактозаға, сүт өнімдері немесе глютенге, бидай өнімдері, сезімталдық. Ішек инфекциялары. Бактериялар, мысалы, сальмонелла, вирустар немесе паразиттер. 4. Стресс пен жүйке жүйесінің әсері. Күйзеліс ішек жұмысын бұзып, кебу мен ауырсынуды тудыруы мүмкін. 5. Созылмалы аурулар. Асқазан жарасы, гастрит, ішек қабынуы сияқты жағдайлар. 2 бөлім – іштің қабыну белгілері. Іштің қабынуының негізгі белгілері. Іштің кебуі және ауырсыну. Газдың шамадан тыс жиналуы. Лоқсу, құсу немесе тәбеттің төмендеуі. Кейде іш өту немесе іш қату. Егер бұл белгілер ұзақ уақыт бойы жалғасса немесе күшейсе, міндетті түрде дәрігерге қаралыңыз. 3 бөлім – іштің қабынуды емдеу тәсілдері. Үй жағдайында. Бір дұрыс тамақтану. Газ түзетін және майлы тағамдардан уақытша бас тартыңыз. Ас қорытуға жеңіл тағамдар, күріш, қайнатылған көкөністер, сорпалар тұтыныңыз. 2 жылы компресс. Жылы су бөтелкесін ішке қойып, бұлшықеттерді босаңсытыңыз. 3 шөп шайлары. Түймедақ, жалбыз немесе зімбір шайы қабынуды азайтады. 4 сұйықтықты көбейтіңіз. Су және табиғи компоттар ішек жұмысын жақсартады. Медициналық тәсілдер. Пробиотиктер ішек флорасын қалпына келтіреді. Ферменттік дәрілер ас қорытуды жеңілдетеді. Антибиотиктер, егер инфекция анықталса, дәрігердің тағайындауымен. 4 бөлім – іштің қабынудың алдын алу. Іштің қабынуын болдырмау үшін дұрыс тамақтану әдетін қалыптастырыңыз. Газдалған сусындарды азайтып, табиғи өнімдерге көбірек көңіл бөліңіз. Күйзеліс деңгейін бақылаңыз, физикалық белсенді болыңыз. Қорытынды. Қымбатты достар, іштің қабынуы жиі кездесетін мәселе, бірақ оған дұрыс күтім жасау арқылы оңай жеңуге болады. Егер бұл кеңестер пайдалы болса, лайк басып арнаға жазылыңыз. Пікірлерде өз ойларыңызбен және тәжірибелеріңізбен бөлісіңіз. Сіздермен болған пайдалы кеңестер арнасы. Келесі видеода кездескенше, денсаулықтарыңыз мықты болсын.